Жаныңмен қауырсыңдай, сынақтан ауырсынбай, дос керек өту үшін сағынсынбай. Өмірдің бар бағалы, досыңсыз бар ма мәні, бұл әнім жан достарға арналады. Көтерші досым, еңсеңді биік ұста, шаттықтың күйі қысқа болса да досым. Қуанышы түрменіп, досым деп сені көріп, маған делеміреніп тамсанады. Сәлем достар, эфирде Жұлдыз подкастының кезекті эпизоды. Сіздер қазір білсеңіздер ғой, мен қандай атмосферада, қандай көңіл-күйде бұл эпизодты жазып отырғанымды. Бүгін 30 қыркүйек. Мен негізінде әр ай сайын бір эпизодтан салып отырамын деп өзіме уәде бергенмін. Алайда дәл осы эпизодты бүгін жазып, бүгін жүктеуге тура келіп жатыр. Дегенмен де бірақ мен өте қызық әрі жанға жайлы күшті тақырыпты алғалы отырмын. Сондықтан да мені эпизодтың соңына дейін тыңдаңыздар. Бүгінгі тақырыпты мен достық, жаңа қарым-қатынас құру деп алдым. Біздің өміріміздің әйтеуір бір кезеңінде жанымызға жолыққан, өзіміздің құндылығымызға сәйкес, біздің отбасымыздан кейінгі жанымызға жақын адам, ол біздің достарымыз, құрбыларымыз. Біреуде екеу болуы мүмкін, біреуде жалғыз досы ғана бар. Оларды көбінесе алғаш жаңағы мектепке барғанда сыныптасымыз біреу үшін өмірлік дос болады, біреудің группаласы, енді біреудің әйтеуір бір өмір жолында кездестірген адам оның жақынына айналып жатады. Достық деген енді халқымызда айтады ғой, досы жоқ адам, тұзы жоқ тағам деп. Бірақ қазіргі таңда көп адамға сырыңды айтпа, ешкімге сене берме деп айтатын адамдар да кездеседі. Алайда енді адамда дос болу маңызды деп ойлаймын өз басым. Және дос деген ол сенің құндылығыңмен, ол сенің көзқарасыңмен сәйкес келетін, әрдайым бір-біріңді толықтыратын, бір-біріңді қалай бар солай қабылдайтын, саған кез келген жерде көмегін көрсетіп, кеңестерін аямайтын, жаңа айтып кеткенімдей, отбасыңнан кейінгі жақын адам. Енді сіздер де өздеріңіздің ойларыңызды комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Дос деген кім? Және достың өмірдегі маңызы туралы сіздердің де ойларыңызды білгім келіп тұр. Біздің аудиториямыз жасөспірімдер болғаннан кейін, бұл жерде 14 пен 19 жастағы жасөспірім ұл қыздар тыңдап отырғаннан кейін, олар үшін адам тану, кімнің дос, кімнің қас, кімнің жақын, кімнің дұшпан екенін білуде өте маңызды. Яғни адам таңдай алу, адамды білу ол өте маңызды критерий. Өйткені әсіресе осы университетке енді түсіп, үлкен өмірге аяқ басқан жандар үшін адам танып, жаңадан қарым-қатынас құру өте маңызды. Өйткені айтады ғой, егер сен 4 миллионерменен дос болсаң, онда сен 5-шісі боласың деп. Яғни біз қалай айтсақ та, адамның араласқан ортасы оған өте үлкен ықпалын тигізеді. Ол хақ, өйткені сен ол адамдарменен бірге көп нәрсені талқылайсың, олардың кейбір құндылықтары сенің принципіңді, сенің ойыңды өзгертуі мүмкін, саған басқаша әсер етуі мүмкін. Сондықтан да дос таңдауда, адам тануда өте мұқият болыңыздар дегім келеді. Құрметті біздің тыңдарман, құрметті аудитория. Әрине бұндай кезде сонымен қатар үлкендерден де көмек сұрап, олардың кеңестеріне жүгінген дұрыс деп ойлаймын. Ара-тұра сол достарыңызды жаңағы үлкен аға әпкелеріңізге бір таныстырып көрсетіп қоюдың айыбы болмас. Өйткені үлкендер не дегенмен де адам таниды, ақ пен қараны ажырата алады. Сондықтан да дос таңдауда мұқият болыңыздар. Заманында өзіміздің көрдік талай,
Әдетте университетке түскен кезде басында енді барлық адам жан-жақтан келіп жатқаннан кейін шынымен де біреуді жақын тартып бірден дос болып кету қиынға соғады. Сонымен қатар мен осы жерде ұмытып бара жатыр екен, бізде адамдар өздерінің жаңағы табиғатына қарай интроверт, экстраверт болып бөлінеді. Бәлкім экстраверттер олар өте тез жаңағы коммуникацияға түсіп кез келген адаммен араласып кетеді, ал енді дос табу, жаңа қарым-қатынас құру мінекей интроверттер үшін өте үлкен проблеманың бірі осы. Мәселен, менің өзім мектепте оқып университетке түскен шағымда менде интроверт болдым. Көп адаммен араласып кете алмаймын, бірден коммуникация құра алмайтынмын. Мен қазір осы тақырыпты қозғап отырғанда өзімнің студенттік өмірім көз алдыма келіп жатыр. Бізде мәселен группамызда біз 9 қыз оқыдық. Шатаспасам, 9 қыз 3 жыл оқыдық. Алғаш келген кезде бәрінің бетіне қарап тұрып, шіркін, мен кіммен дос болады екен, кіммен достасады екен, бұлар қандай адам екен деп ойлағаным әлі күнге дейін есімде. Әрине, бастапқы уақытта бәріңіз бірге жүресіздер, бірге тамақтанасыздар, бәлкім бірге бір киноға баруларыңыз мүмкін. Бірақ кейін өзі өмірдің өзі адамның құндылығына байланысты сол кей адамды бір-бірінен алыстатып, кейбірін бір-біріне жақындатып қояды. 4 жыл я болмаса одан кейінгі 2 жыл, яғни 6 жыл жақсы араласуларыңыз мүмкін, бірақ кейін әр адамның өзінің өмірде бір статусқа ие болады, жұмыс істейді, тағы да жаңа тұрмысқа шығады, отбасын құрады. Неке сондай статустың өзгеруі кезінде адамдардың арасындағы достық қарым-қатынас та алшақтай түседі. Алайда олардың кездесуі алыстап, жаңағы сиресе де, бәрібірде оларды біріктіріп тұратын бір үлкен күш бар. Ол естеліктер, ол бір-біріне деген жақындық, бір-біріне деген достық, махаббат деп ойлаймын. Ал енді әрдайым бірге жүріп, кейін арасы ажырап кететін достар дегенге келетін болсақ, ондайда менің басымнан өткен көп жылдар бойы өте жақсы араласып, кейіннен бір адаммен байланысымыз үзілді, өйткені біздің құндылығымыз өзгерді. Екеуміз үшін сол уақытқа дейін өте бір маңызды саналған дүние кейбіріміз үшін маңызсыз болып қалды. Кейбіріміз үшін жаңа құндылықтар, жаңа бір дүниеге деген көзқарастар пайда болды. Сондықтан да егер де бұрыннан бері сөйлесіп, кейіннен араларыңыз ажыраған жағдай болса, оған да түсіністікпен қарау керек деп ойлаймын. Өйткені сол адамдардың көзқарасы, құндылығы сәйкес келмей жатқан кезде де адамдардың арасы ажырайды. Мен енді өзге адамдардан да осы достықтың адам өміріндегі маңызы туралы, қарым-қатынас құрудағы қиындықтар туралы ойларын білгенмін. Сол ойларды бір тыңдайық, одан кейін эпизодымызды одан әрі жалғастырамыз. Достық деген адамның өміріндегі ең үлкен құндылық, адамға берілген сыйлық деп ойлаймын. Себебі шынайы достық қазір өте сирек кездеседі меніңше. Мен ойымша, жаңа ортада жаңа адамдармен тіл табысып танысып кету ол өте жақсы қасиеттердің бірі, және де бұндай таныстықтар көбінесе үлкен достыққа алып келіп жатады. Мысалға алған кезде мектеп бітірген түлектер жоғарғы оқу орнына түскен кезде өздері сияқты көптеген жастармен, студенттермен танысады. Және де барлығына бұл өте жат болғандықтан, жаңа оқу орны, жаңа ережелермен таныс болғандықтан, олар бір-біріне одан сайын жақын болып, одан кейін бір-біріне жанашыр болып, аяғында үлкен достыққа алып келіп жатады. Бір көңіл күйің болмай отырған кезде, немесе өзіңді сондай жалғыз сезініп, көңіл күйің жоқ кездерде кәдімгідей күш береді.
негізі айналаңдағы адамдар, достарың күшті болсын деп тілесең, адам өзі де сондай болу керек деп ойлаймын. Өзіңде шынайы, нағыз дос бола білсең, сенің айналаңа сондай адамдар жиналады. Жалпы достықта қиындықтан гөрі бақытты сәттер көбірек болады деп ойлаймын. Дүниедегі ең ұлы сезімдердің бірі достық. Әр адам дүниеге келгеннен кейін ес білгеннен ақ жан дүниесіндегі сырын, мұң шерін тарқатып, қуанышы мен қайғысын бөлісетін досын іздейді. Қандай да бір қиындыққа тап болсаң, оны досыңмен бөлісіп, досыңнан ақылын тыңдап, шешім таба аласың. Менің ойымша, басқаға жақсы да адал дос болу үшін ең алдымен түсінік, адамды тыңдай білу, ақыл бере білу қабілеті жоғары болу тиіс деп ойлаймын. Бір тыңдарманымыз өзінің ойын жазбаша жеткізген екен. Ол кісі өзінің жаңа қарым-қатынас құрудағы тәжірибесін жазыпты. Мен алғаш универге түскенде жаңа достар табу керек деген ойда болмадым. Бірақ адам қандай болса, Құдай сондай адамдарды жанына жинап қояды екен. Мен жаңа таныстық орнатуда қатты қиналмадым. Бірақ әрі өз ретімен уақыт өте келе реттеліп, тек жақын араласатын достарым ғана қалды. Мүмкін адамдармен таныстықта өзіңмен өзің, яғни өзіңді қалай барсың, солай көрсету керек сияқты деп жазған екен. Иә, шынымен де кез келген қарым-қатынас құрғанда маска киюдің қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені бәрібірде жоғарыда бағанадан бері айтып жатқан сол сенімен құндылығы, сенімен көзқарасы сәйкес келмейтін адамдар уақыт өте келе бәрібір сенен кетеді. Сондықтан да уақыт жоғалтпай әр адамның қасында шынайы болу дұрыс деп ойлаймын. Сонымен қатар біз жаңа айтып жатырмыз ғой, қарым-қатынас құру, дос табу деп. Енді мен өте көп адал достар бар дегенге сенбеймін. Жалпы адал достың саны максимум 3-мен шектеледі деп түсінемін. Бұл менің жеке пікірім. Егер тыңдап отырсаңыздар, өздеріңізде ойларыңызды жаза кетсеңіздер болады. Ал енді жалпы танысы көп, одан кейін қалай айтсақ екен, жалпы жақын болмаса да былай жолдастары, таныстары, достары көп адамдар бар. Ол өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені нетворкинг өте маңызды, әрі қазіргі таңдағы бір өзекті soft skillsдардың бірі. Өйткені мүмкіндік адам арқылы келеді. Біз әрдайым қандай да бір жаңалықтарымыз болса, идеяларымыз болса, қиындықтар болса, бәлкім отбасымызға айтамыз, одан кейін барып досымызға айтамыз. Сөйтіп досымыз бізге сондай бір көмек беруі мүмкін, көмек бермесе де кеңес беруі мүмкін. Сондықтан да әрдайым бөлектенбей, жалғыздан жалғыз жүрмей, сондай адамдармен мейлінше көп араласуға тырысыңыздар. Бізде айтады ғой, жалғыздың шаңы шықпас, жаяудың үні шықпас деп. Сондықтан да көп адаммен сөйлесіп, әрдайым душа компания болып жүру өте маңызды. Тіпті осы тұста мен мына нәрсені айтқым келеді. Мен 1,5 жылдан бері сіздерге эпизод жазып, подкаст жасап келем. Менің бұл идеям 7 жыл бұрын пайда болған. Соны осы 2-3 жыл бұрын құрбыларым айтқан уақытымда маған бір құрбым өзінің микрофонын берді. Мен әзірге қолданбаймын, сен осы микрофонды қолданып, подкастыңды жаса, идеянды жүзеге асыр деп. Егер осыны тыңдап отырсаң, Миру, саған көп рахмет, саған алғыс білдіремін. Мінекей сөйтіп мен өзімнің құрбымның арқасында сіздерге көп деген эпизодтар өздеріңізге жол тартып жатыр. Сондықтан да неғұрлым айналаларыңызды жақсы адамдармен қоршаңыздар. Жаңа өзіміздің тыңдарманымызда жазып кеткендей, адам өзі қандай, оның айналасына да сондай адамдар жиналады, сондай адамдар шоғырланады. Сондықтан да барынша айналаңызды жақсы адамдарға толтырыңыздар. Бүгінгі эпизод осындай шағын, қысқа әрі нысқа, жанға жайлы. Мен көптеген кеңестер айтып, ақыл айтып, өздеріңіздің бастарыңызды қатырғым келмеді. Бар болғаны айтарым, дос болыңыздар, адал дос болыңыздар, және сіздер өздеріңіздің жүректеріңіз қалаған жан достықтарыңыз өмірлеріңіздің соңына дейін адал әрі шынайы достыққа айналуын тілеймін.
келесі эпизодта тілдескенше аман есен болыңыздар.